Сәлем оқырмандарым. Анамның тағдырын қайталадым атты әңгіменің екінші бөлімі. Назираның айтуы бойынша олар маған құда түсіп келген, осы қаланың адамдары. Бар жағдайымды жасайтын көрінеді. Бірақ жігіт жұмыстан шыға алмай жатыр екен. Кешігіп келеді деп жатыр. Мән-жайдың басын біліп алдық. Енді әкем нендей шешім қабылдар екен. Менің қазір тұрмыс құратын ойым жоқ. Мен жұмыс жасап, өз-өзіме көңіл бөлуім керек. Ата-анамды және өзімізге жақсы пәтер алу үшін ақша жинауым керек. Көп ұзамай есік қоңырауы басылды. Есікті анам ашты. Күйеу жігіт келген көрінеді. Келіп амандасып білісіп жатыр. Бірақ неге екені белгісіз, дауысы тым таныс. Бір жерден естіген сияқтымын. Есіктен сығалап тұрғанымда Назима, бері кел деген дауысты естіп шошып кеттім. Жайлап шықтым да ас бөлмесіне қарай бара жаттым. Сөйтсем сол, дәл сол жолда мені апарып салайын деп жатқан жігіт. Дәл өзі. Қарап тұрып жыным келді. Ашуым шығып тұрғаны сонша айқайлап бердім. Сен бе сонда? Өзің кешігіп келе жатсаң да жолда басқа қыздарға қырындап келе жаттың. Ондай адаммен қалай отау құрмақпын? Әкем ашуыңды бас қызым деп жатты. Одан сайын ашуланып кеттім. Тіпті қаным басыма шауып жатқандай. Тіпті тоқтай алар емеспін. Бір уақытта әлгі күйеу баласы ма? Неге сонша ашуланасың? Егер сол кезде көлікке отырғанда екеуміз қазір бірге келер едік. Мен сені таныдым. Таныған соң тоқтадым. Болашақ жарыммен бірге, болашақ ата-енемізге бірге кірейік деген ниет болды. Ал сен асыра сілтеп жібердің. Шынымды айтсам абдырап қалдым. Ата-анамыз да түсініп бір күліп алды. Ұялғанымнан сыртқа шығып кеттім. Қатты ыңғайсызданып қалдым. Дұрыс ойламаппын. Ашу дұшпан, ақыл дос деген осы шығар. Әкем келіспейтін шығар десем, ол кісі неге қарсылық танытпады екен? Соны түсінбей отырмын. Маған тұрмысқа әзір шықпа деп жатқаны қайда? Танысы дейін десем, енді ғана танысып білісіп отыр. Әйтеуір ойланып әлек болып отырғанымда артымша әлгі жігіт шықты. Келді де жаныма отырды. Бірден әңгіме бастап кетті. Екеуміз тіпті таныспаппыз да. Менің есімім Асқар, сенің есімің Назима, оны білем жаңа айтты. Қай жылғысың? Оны сұрамаппын ғой. Жақсы, менімен сөйлескін келмей тұрған секілді, өтінем жақынырақ танысып біраз әңгімелесейік. Жұмыс жасап жүр екенсің. Ертең екеуміз үйленсек те жұмыс жасайсың ба? Солай де жарайды, өзің ұзақ ашушаңдықтан кейін үнсіздікті ұнатады екенсің. Ендеше былай жасайық. Егер ертең екеуміз үйленіп жатсақ, сен жұмыс жасамайсың. Үйде отырасың. Жоқ. Неге үйде отыруың керек? Үйде отырмаймын. Жұмыс жасаймын. Жә мақұл жасайсың. Тек сені сөйлеткім келген, оның бұл сөзіне шыдамай күліп жібердім. Солай екеуміз сөйлесіп кеттік. Өзі тым ақылды, сүйкімді, әзіл қой жігіт. Маған расында ұнап қалды. Адамды сөйлете біледі. Еркектік мінезі бар, батыл әрі ер жүрек. Екеуміз біраз сөйлесіп болған соң әке-шешеміздің жанына бардық. Осылай олар өз үйлеріне қайтты. Үйге кірген соң бірден әкеме бардым. Әке, дұрыс шешім қабылдадыңыз ба? Маған біраз жұмыс жасайсың дегеніңіз қайда? Қызыма осы қалада тұрады екен ғой, жұмысқа жібереміз, бара береді деп жатыр. Жақсы кісілер көрдің ғой өзіңде, неге сонша ашуланасың? Неге сізді жай ғана рұқсат берді деп жатқаным ғой. Жай қойшы қызым, шай тамағыңды іште ертерек демал. Шаршаған шығарсың. Иә, жақсы. Таңертеңгісін жұмысқа бара жаттым. Жолда Асқар жолықты. Мені жұмысқа апарып тастады. Өзімен бірге түрлі тәттілер алып келіпті. Онысына риза болдым. Егер ол мені бұлай еркелете берсе, мен басына шығып аламын ғой деймін ойланып, жұмыстан шыққан соң тағы да келіп саябақтарға қыдырдық. Кешкі асымызды іштік. Екеуміз осылай күнде кездесіп жүрдік. Оған деген сезімім күшейе түсуде. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындай болдым. Бір күндері ол Ташкентке кетпекші болды.
Өзі балмұздақпен айналысады екен. Ташкенттен балмұздақтың заттарын алуы керек көрінеді. Солай 10 шақты күнге барып қайтамын деді. Қимай әрең қоштастым. Поезде шығарып салып, өзім вокзалда біраз ойланып тұрып қалыппын. Кенет телефонның дыбысынан ес жидым. Анам хабарласып жатты. Алло, анашым. Қызым, тез үйге жетші өтінемін. Мам, бәрі жақсы ма, не болды? Жақсы емес қызым, әкеңнен айырылып қалдық. Тезірек үйге жет, әкең қайтыс болды. Телефонды қояр қоймас, таксиге міндім де үйге қарай асықтым. Келгенше екі көзімнен тоқтамастан жастар парлап жатыр. Мұндай боларын кім білген? Бір демде неге бұлай бола салды? Әкесіз өмірді қалай сүрмекпіз? Үйге жеттім. Біраз туыстарымыз жүр екен. Бір бөлмелі үйімізде толы адам. Ине шаншыр орын жоқ. Анам мені сыртқа шығарып, Назима, өз-өзіңді ұста, жарайма. Көрсетін орынға барып отыр. Мамы, не болды өзі? Әкем қалайша? Жүрегі бірден тоқтап қалды. Дәрігерлер алып кетті. Тексереміз деп жанына өзінің бауырлары кетті. Назира ана жақта отыр. Сенде жанына бар. Оған да қиын. Бір-біріне тіреу болыңдар. Мен ас үйде боламын. Анам кетіп қалды. Мен болсам келген адамдармен көрісіп отырмын. Қанша шыдайын десем де, көзімнен жасым тоқтамай жатыр. Бұлай боларын кім білген? Арада біраз уақыт өтті. Әкемді қара жердің қойнауына тапсырдық. Белгілеп қойған тойдың уақытын өзгерттік. Әкемнің қырқын өткізуге дайындалдық. Уақыт шіркін демде екен ғой. Адамның емес, Алланың дегені болды. Әкемнің қырқын өткізіп болған соң, көп ұзамай үйден ұзатылып шықтым. Өз үйіме, өз отбасыма бардым. Бірақ барған соң барлығы өзгерді. Күйеуіммен бірге құда түсіп келгендер оның ата-анасы емес екен. Туыстар екен. Асқардан оны неге жасырғанын, туыстарың болса туысым деп неге айтпадың десем, үндемейді. Үйде қартайған 70-тен асқан жүре алмайтын анасы бар екен. Ал әкесі бұрындары қайтыс болып кетіпті және бір қарындасы бар. Олардан нақтысын сұрағанымда тек осыларды айтты. Бойдақ кезімде күнде қыдыртып, әр нәрсе әперіп жүрген Асқар енді жоқ. Мінезі де өзгеріп, үйден көп шығатын болды. Тіптен апталап үйге келмейтінді шығарды. Оған не болып қалды деп ойлаумен болдым. Күйеуімнің туыстары болса қашан көтересің? Аяғың ауырламады ма деген сұрақтар мен мезетті. Қалайша аяғым ауыр болады? Егер күйеуім үйдің бетін көрмесе. Ақыры Асқар үйдің бетін көрді. Келді де шаршап жатырмын. Жұмыс көбейіп кетті деп ұйықтап қалды. Оған мен қарап тұрамын ба? Неге үйге келмейсіз? Назима, қойшы. Неге қоямын? Жан-жақтағылар менің миымды жеп жатыр, мен қалай қоямын? Не істеп жүрсіз өзі? Қойшы дедім ғой саған, неге жыныма тие бересің? Ұнамай ма, кет. Бар да шешең мен сіңіліңнің жанына бар. Бұла миымды жейтініңді білгенде сені алмайтын едім. Бұл сөзіне қатты жыным келді. Ол мені тіпті көзіне де іліп тұрған жоқ. Заттарымды жинадым да кетіп қалдым. Ол маған қайта хабарласама деп үміттендім. Бірақ хабарласпады, үйге бардым. Тіп-тіке жүретін менің басым салбырап келдім. Анам мен сіңілім түрімен қарап шошып кетті. Не болғанын түсіндіріп айтқанымда олар қатты таңғалды. Себебі оларға бұл жайлы мүлдем айтпағамын. Өте бақыттымын деп алдап қоя салатын едім. Бірақ анам келген себебімді білсе де қайт деді. Оған таң қалған мен. Мама, неге олай дейсіз? Көріп біліп тұрсыз ғой, ол мені өзі қуды. Мүмкін біреумен ұрсып ашуын сенен алған шығар. Олай босқа нәрсеге даурыға берме. Бұлай болмайды. Ел жұрт естісе не дейді? Ұят болады қызым. Мам, бірақ ол хабарласпады да ғой. Мен не істей аламын? Үйіндегі 70-тен асқан шешесін қараймын ау, бірақ күйеуім үйде жоқ болса мен істеймін. Жынды болайын деп қаламын, әр нәрсені бір ойлап жынданамын мам. Қызым қой болды. Мені іздемеді деп кінәні одан іздей берме, жұмыстан шаршап келгенде бірден зекіпсің. Оның дұрыс емес. Демалып болған соң таңертең сөйлессең де үлгеретін едің. Бар енді.
Бара ғой қызым. Анамның айтқанын жерге тастамай қайтатын сол үйге бардым. Күйеуім үйде екен. Кірдім де кешірімді өзім сұрадым. Бірақ үндемеді. Мүмкін маған ашулы шығар деп жүре бердім. Қайта бетіне қараймын. Бірақ менен жүзін ала қашады. Барған күні ертесіне тағы кетіп қалды. Мен бірақ бұл жолы бәріне шыдадым. Анамның айтқандары есіме түсіп кетуге шыдамым жетпеді. Кәрі шешесіне қарасам, қаусыраған дұрыстап сөйлей де алмайды. Маған дұрыс тілде қатпайды. Ал қайын сіңілім болса басқа қалада оқуда. Үйге көп келмейді. Кәрі енемнің шай тамағын беріп, күнім есік пен телефонға телмірумен өтті. Жұрт болса мені өсектеп әлек. Бедеу екен ғой, мүмкін бермей жүрген шығар деп мені кінәлаумен әлек. Ешкім еркектен кінә іздемейді. Барлық кінә әйелден. Күндердің күнінде күйеуім үйге келді. Бұл жолы шыдамадым. Маған еш нәрсе айтқыңыз келмей ме? Мен сізге зат емеспін. Егер жасырып жүргеніңіз болса айтыңыз. Мен қазір жүк көлігін жалдап қойдым. Үйге. Дей бергенде есік қоңырауы басылды. Асқар барып есікті ашты. Екі кісі келіп диванда шифонерді, кухняны бұза бастады. Асқар менің артымнан келген заттарды неге бұзып жатыр? Олар біткенше жүр, сыртқа сөйлесіп қайтайық. Сыртқа шықтық. Асқар, сенен бір нәрсені жасырдым. Және сол үшін кешірім сұраймын. Толық айтайын. Сөзімді бөлме. Менің әйелім бар, бір қызым бар. Сені тек тоқалдыққа алдым. Анама қарасын деп алдым. Мен сізді сүйдім ғой, шын жүрегіммен сүйдім. Қатты жақсы көрдім. Тоқта, менің әйелім бар. Екеуіңді бірдей жақсы көремін деп ойладым. Бірақ сен өз әйелімдей бола алмайды екенсің. Қазір үйіңе апарып тастаймын. Шешеңнен бір ауыз кешірім сұраймын. Үйдегі жүк киім бәрін жүк көлігіне салды. Содан соң көлікке отырдықта төркініме қарай жүре жөнелдік. Бардықта мені анамның қолына ұстатты. Жылауға да шамам жоқ. Ештеңе түсіне алар емеспін. Күйеуім, яғни бұрынғы күйеуім, осылай мені үйіме әкеліп тастап кете барды. Менің анамның тағдырына ұқсас тағдырым осы. Енді анам сияқты жан ажырасқан біреуге тұрмысқа шығатын шығармын. Білмеймін, әйтеуір қазір үлкен күйзеліске түстім. Мұндайды ешкімге тілемеймін. Құрметті оқырмандар, арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.